Қатарымызға жаңадан қосылып жатқан көрермендеріміз болса, қайырлы таң дейміз. Қымбатты көрермендер, мінекей өздеріңіз көріп отырғандай, біздің қонақжай студиямыздың меймандары да келіп жайғасты. Таңыз бола отырыңыздар. Қаламыздағы Қаныбек Байсейітов атындағы саз колледжінің студенттері, яғни халықаралық және республикалық байқауларды бағындырып жүрген біздің күйшілеріміз. Қош келдіңіздер. Көңіл-күй қалай? Тамаша. Жаңа эфирдіге кірмес бұрын барлығымыз бір әзілдеп күліп жүредік. Эфирге кіргеннен кейін, жақсы. Қалжың бәрі. Халықаралық байқаулардың жеңімпазы деп айтып жатырмыз. Соңғы өткен осы студиямызға да үлкен жаңалықтармен келіп отыр. Ал бастайық. Қандай іс-шара, қандай байқау? Ләззат баста, қыздың жол жіңішке. Мен қазіргі кезде Қаныбек Байсейітов атындағы саз колледжінде 4-ші курста оқимын, домбыра бөлімінде. Осы жолғы жеңісім деп айтсам болады, яғни Ақтөбе қаласында өткен Бақыт Басығараевтың, күйші Бақыт Басығараевтың 90 жылдығына орай Ақжелең республикалық күйшілер байқауы өтті. 30 қатысушы болды. Бірінші кезеңнен 30 қатысушыдан екінші кезеңге 20 қатысушы өтіп, ары қарай өзіміздің бағымызды сынадық. Сол жерде дипломант, яғни 4-ші орын иегері болдым. Және де 50 мың теңге сертификатпен марапатталып, және де Алматы облысы бойынша жалғыз өзім қатыстым. Облыстың намысын қорғап кетті. Содан кейін дипломант болып, сондай жеңіспен оралдым. Өте тамаша. Қуанышты болып. Енді қарагөз қыздар осындай жетістікке жетіп отыр. Жігіттер, өздерің. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Мақатанұлы Жәнібек болады. Мен өзім Қаныбек Байсейітов атындағы саз колледжінде 2-ші курс оқимын. Мамандығым домбыра мамандығында. Осы жол өткен Тараз қаласында өтті. Сарын республика конкурста. Сода бас жүлде алдым. Осы көріп осындай аспаптармен қатысып, бас жүлде алдым. Өте тамаша. Ал жігіттер? Біз енді осы Қаныбек Байсейітов атындағы колледжде оқимыз. Екеуміз 2-ші курспыз, бірге бір группада оқимыз. Яғни енді осылай, осы қараша айында осы Дубай әмірлігі, яғни Араб әмірлігі Дубай қаласына барып келдік. Осы қысқаша айтып кететін болсам, мен ең бірінші өзімнің өнер жолымда ән айтудан бастадым. Ең алғаш сол ән айтып, осылай қалалық, облыстық, республикалық байқауларға қатыстым. Бірақ енді шетелге шығу менің басты армандарымның бірі болған. Енді осы биыл өзімнің осы басты армандарымның бірі орындалды деп айтсам болады. Яғни Дубайға барып, енді осы конкурсқа қатысып, көптеген балалармен танысып, осы конкурста ең бірінші қараша айының 2-сі күні ұшып бардық. Күні, яғни осы конкурста, яғни жеребе тарту арқылы кім-кімнен кейін шығатынын анықтап, келесі күні сол ретпен орындап, өзіміздің күйімізді орындап бердік. Сөйтіп, сол 3-ші күні гала концертінде тағы да өзіміздің финальный 12 шығармаларымызды ойнап, осы мен өзім 1-ші орын алып, алтын медалімді алып қайттым. Өте тамаша. Құтты болсын дейміз. Енді қыздарымыз облысымыздың намысын қорғап жатыр. Міне жігіттеріміз халықаралық додада еліміздің намысын қорғап келіп жатыр. Енді 4-ші қонағымыз жатыр. Саламатсыздар ма? Менің есімім Жанатұлы Архат. Мен де Расиммен бірге Дубайға барып, бағымызды сынап, арманымыз болған сол Дубай қалаға бару деген. Арман деген орындалады дейді ғой. Сол орындалып. Басты сену керек. Сол жолда еңбек ету керек. Мен сол байқаудан 2-ші орын алдым. 3-ші болып шықтым. Енді бағдарламаға келіп, барлықтарының қолдарында бір-бір аспаптан бар. Ұлттық домбыра тұр. Енді көрермендер көріп отыр, бүгін қандай өнер көрсетеді, қандай күй орындайды деген басты сұрақтар көрермендердің көкейінде. Ендеше бір барлығымыз қосылып бір күй орындаймыз ба? Одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Біз қазір осы жетісулық композитор Айбол Құдайберген ұстазымыздың Қарқара деген күйін тарту етеміз. Қарқара, иә? Ал кеттік.
арпа ішінде бір бидай ләззатты енді өзің білесің. Бұған дейін де біздің студиямызға келіп, талай өзінің жаңалықтарымен, жетістіктерімен бөліскен болатын. Енді тағы бір мәрте көрермендеріміздің есіне салып өтейік. Жалпы Ләззат бұған дейін енді көптеген байқауларға қатысып жүрсің ғой, дегенмен ең есіңде қалған қай дода деп айтсақ болады? Бұған дейін музыкальный мектепте оқып жүргенде де, колледжға түскеннен кейін де көптеген байқаулардың лауреаты болып жүрдім. Оның ішінде мен үшін ең есте қаларлықтай осы жолғы конкурс деп ойлаймын. Өйткені бұл жол конкурс тек қана күйшілердің арасында болды. Басқа ешқандай аспаптар жоқ, тек қана күйшілер, 30 күйші және де танымал профессорлар, танымал күйшілер төрағалық етті. Сондықтан да осы жолғы конкурс мен үшін есте қаларлықтай болды, және де бұл Ақтөбе қаласында болды. Батыс Қазақстанда да бірінші рет болдым. Сондықтан да сол дода есте қаларлықтай болды, және де бағдарламасы да қиын болды. Шарттары қандай болды жалпы? Қандай талаптар қойды қатысушыларға? Талаптары ол жерде 2 кезең болды. Бірінші кезеңде 4 күй, екінші кезеңде 4 күй. Бірінші кезеңде 4 күй бағдарламада жазылған, яғни міндетті түрде орындалу керек. Екінші кезеңде де сол 4 күй міндетті түрде орындалу керек. Бұл конкурстың негізгі мақсаты жаңағы күйші, Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері Бақыт Басқараевтың 90 жылдығына орай сол кісіні еске алып, сол кісінің орындауында, сол кісінің стиліндегі күйлерді, яғни Қазанғаптың күйлерін жеткізуші болғандықтан соны орындау болды негізгі мақсаты. Оған дайындалуға өзімнің ұстазым Нұрсейітова Ғайниса Қуанышбайқызы көмектесті, және де Ақтөбе қаласына барып, маған жетекші болып, тағы бір домбырашы ұстазымыз Дүскеев Болат Баяшұлы маған жетекші болып барды, және де дайындығыма да көмектесті. Өте тамаша. Енді республикалық дода болғаннан кейін еліміздің әр түкпірінен мықты-мықты қатысушылардың келгені. Бүкіл Қазақстан бойынша қатысты. 30 жасқа шейін болды, мұғалімдер де болды, консерваторияда оқитын, Астанада шабытта оқитын балалар. Енді жас ерекшеліктеріне байланысты бөлген жоқ па? Жоқ, бөлген жоқ, только 16 мен 30 жас аралығында болды. Үлкен кісілермен сайысу қиынға түсті, және де былтырғы Мен қазақпынның бас жүлдесін алған Ардақ Елеусіз деген кісі қатысты. Ол кісімен жарысу біз үшін мәртебе болды. Өте тамаша. Тамаша. Енді қыздар өздері әңгімелесіп кетті, жігіттер Дубай қалай? Сабақ қалай сабақ? Дубай енді өте керемет. Анандай биік ғимараттар, көзің жауын алады, аспанмен таласқан ғимараттар өте керемет, әдемі, көркем. Енді оның бәрін бүйтіп сөзбен айтқан, көзбен көргендей болмайды. Айта берсең өте керемет, көретін жерлері өте көп екен. Шетелге алғашқы сапарларың? Алғашқы сапарларымыз. Енді әрқайсында әртүрлі аспап, тек ортадағы екі қонағымызда қазақтың қоңыр үнді домбырасы. Берші, көрейін. Жоқ, сіздің аспабыңыз. Енді үні маған... Бұл енді ерекше. Қалай атылады? Таныстырып өтсеңіздер. Домбыра плима деп атылады. Домбыра плима. Үш шекті Біздің кәдімгі домбырадан қандай айырмашылығы бар? Бұл үш шекті болады. Үш шекті. Бұл үш струна болады. Ең үстіңгісі ми, потом ля, потом ре струнасы бар. Айырмашылығы бұл үш шекте, содан кейін бұл теміршек, ал домбырада жай. Теміршек. Яғни гитараға ұқсайды, теміршегі. Енді бұл аспапты өзің қалап таңдадың ба? Қалап таңдадым. Ұнады өзіңе, е? Қанша уақыт болды үйренуге? Кетті, қанша уақыт? Уже екінші жыл кетті. Екінші жыл болды. Бізде арнайы осы аспапта оқытылатын бөлім бар, е? Қаныбек Байсейітов атындағы саз колледжінде Нұрлан Бозымбеков деген ағайда оқимын, сол кісі үйретіп отыр бәрі. Ұстап көресіңдер? Шынымен өзі шапшағын домбыраға да ұқсайды, гитараға да ұқсайды, е? Бұл аспапты мен Москвадан заказ берген. Мәскеуден келген аспап. Елімізде жасалмай ма? Елімізде болғанда бұл орыс халық аспапқа ұқсағаннан кейін орыс халқынан заказ бердік. Цыганков деген композитор бар, сол кісі алып келді. Демек, Ресейден алып келген аспап, е? Енді сізде 3 аспап тұр қолыңызда. Кәдімгі жасақталып келіп, сіз шынымен де... Қару-жарағын сайланып кетті. Көбісі үрлемелі аспап бұлардың, е? Барлығы десек болады. Солай айтуға болады. Көресіздер, бұл сыбызғы, шаңқобыз және састырнай деген аспап. Осы конкурста осы 4 аспапта ойнап қатыстым. Сыбызғы, осы састырнай, шаңқобыз және домбыра аспабында. Конкурс өте әдемі өтті. Енді көрейік. Осылармен бір
өнер көрсетсеңіз бізге. Өте тамаша. Ағажай Алтай әнінің әуенін салып беріп отырсың. Бұл сыбызғыны өзім осы жақында ғана үйренгем. Сондықтан әлі жақсы емес, бірақ та ойнауға тырысып ойнап беремін сіздерге. Енді қылқобыз, Шаңқобыз. Шаңқобыз, Шаңқобыз аспабы. Бұның ойнау тәсілдері бар, басқаша мысалы көрсетейін. Деген сияқты. Өте тамаша. Ал салыстырмай. Әуені ерекше. Абай атамыздың желсіз түнде жарығай, мінекей жігіттер. Енді осының үшеуінің қайсысында ойнау қиын? Бірақ енді жас үрлемелі аспаптар деп отыр. Үшеуіне де кішкене барлығына да енді ерінмен жұмыс істеуге тура келеді. Қиындық тудырмай ма? Өзім үшін қиын осы сыбызғы аспап болды. Сыбызғыда ең алғаш үйренген өте қиын болды. Бұның дыбысын шығару өте қиын. Мысалы, ауызға қою тәсілі басқаша болады. Басқа үрлемелі аспапқа қараған кезде. Бұлардың арнайы нотасы бар ма? Қойылған ма? Бөлінеді. Мысалы, өз қолымдағы мынау до. До. До таңдайсындағы сыбызғы. Бұл да до. Ал бұл ля. Осындай әртүрлі таңдайсқа бөлінеді. Енді қиналмас үшін жалпы ерінге арнайы жаттығулар жасала ма? Иә, жасалады. Енді Бірден болу мүмкін емес. бірден болу мүмкін емес, алдынан дайындаласыздар. Иә. Шынымен де ерекше, үрлемелі аспап деп енді ауызға айтуға оңай шығар, бірақ енді іс жүзінде қиындық тудыратын көрініп тұр. Дыхания керек. Тыныс алудың өзінің ережесі бар. Иә. Дем керек, иә. Ақтөбеден алған сіздің жүлдеңіз, Ләззат? Көрерменге көрсетіп қояйық. Дәл осы жүлдемен оралдыңыз. Тамаша. Енді өзге де марапаттар тұр, медальдар тұр біздің. Бірінші және екінші орын бұл сіздердікі Дубайдан алып келген. Және де мақтау қағаздары. Және де бізге хабарласып, тілек айтам деген көрермен бар екен, байланысқа қосып көрейік. Қайырлы таң. Өкінішке қарай. Үзіліп кетті байланыс. Енді жалпы қыздар жігіттер енді осы салаға таңдап келдіңдер. Жалпы енді бұл енді қойылатын заң сұрақ деп ойлаймын. Енді осындай өнер жолын таңдауға сендерге не себеп болды? Жалпы отбасыларында өздерінен басқа өнер жолын таңдаған, немесе өнер жолындағы адамдар бар. Енді қазір тағы бір сөздеріңді бөле тұрайын. Хабарласқан көрерменіміз бар екен. Байланысқа қосып көрейік. Алло. Сәлеметсіз бе? Алло, қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Жұлдыз Ботам, Диас Ботам, мына сендерге мыңда бір рахмет айтамын. Жетісу телеарнасына мыңда бір рахмет. Хабарларыңыз өте ұнайды бізге. Мен өзім мына хабарды ғана қараймын, осы Жетісу телеарнасын ғана қараймын. Сізге де рахмет. Мына студияға мына бір кішкенде ғана бір ботақандарымды алып шақырған екенсіңдер. Риза болып отырмын.
ата-аналарына мыңдап рахмет айтамын. ботақанда тыңдап отыр сізді. Өнер саласына беріп отырғанына. Содан кейін 8 қырлы жігітке 7 қырда аз дейді ғой. Барлығы 8 қырлы балалар екен, айналайындар, алтындарым. Мынау ойнап отырған аспаптарың нағыз мына артта қалатын ұрпақтарға, балаларға сендерге еліктеп өсетін жастар бар. Мыңдап рахмет айтамын. Талмайтын талант берсін, самғайтын қанат берсін. Мына Нұрғиса Тілен деп атамыз бар. Құрманғазы аталарың, Дина Нұрпейісов апаларыңның жолын берсін. Әумин. Бақыт тілеймін, ақ жол тілеймін, айналайындар. Назарларыңызға рахмет. Сізге де рахмет. Рахмет айтамыз. Мінекей енді ботақандарға біздің тұрақты көрермендеріміз өздерінің жылы лебіздерін білдіріп жатыр. Енді ары қарай әңгімемізді жалғастырсақ. Енді дәл осы ақ тілектің артын бір тамаша күймен жалғастырып өтсек. Кім орындайды? Жалпы енді барлығы бір білім ордасында білім алып жатқаннан кейін ұстаздарың да ортақ шығар, е? Жоқ, әртүрлі ұстаздан білім аласыңдар ма? Әртүрлі, е? Сонымен кім орындайды күйді? Әлде барлығымыз бірге орындап берсеңдер де? Бірге ойнайық. Жақсы. Биылғы Құрманғазы Сағырбайұлының 2 жылдығына орай көрермендерге қазір Құрманғазының балбырауын күйін. Тамаша. Өте тамаша. Керемет, өте тамаша. Енді жаңағы сұрағымды қайтадан қойсам, отбасында өздерінен басқа осы өнер жолындағы адамдар бар ма? Жалпы өнер жолын таңдауға не себеп болды? Дәл осы. Ал Жәнібек баста өзің? Мен өзім қарапайым малшы отбасында туылғам. Біздің отбасымызда менің әкем және анам екеуі де енді музыкаға жақын адам деуге болады. Бірақ та үйренбеген, өздері тума талант деуге болады. Сол кісілерден кішкентай кезінен сол кісілерге қарап, еліктеп өскем. Әкем өзі домбыра ойнайды, сондықтан өзім домбыра мамандығын таңдадым. Домбыра мамандығында оқимын. Демек, ата-анамның жетпеген жетістігіне өзің жеткің келді. Иә. Өте тамаша. Менің отбасымда әкемде, анамда ешқайсысы өнерге қатысы жоқ. Өнерге қатысы жоқ, иә. Әкем қазақ тілі әдебиеттен сабақ берген мұғалім болған. Ал қазіргі кезде шебер болып жұмыс істейді. Ал анам болса тігінші шебері. Ол кісінде музыкаға қатысы жоқ. Менде негізі нағаш жағымнан да, өзімнің атам жақтан да, екі жақтан да өнерлі кісілер болған. Сол кісілерден деп ойлаймын. Бір жағынан өзім домбыраға қатты қызықтым. Сол 5-ші класстан бастап музыка мектебіне бардым. Содан басталды. Қазіргі кезде ары қарай жалғастырып 4-ші курс оқып жатырмын. Бұйыртса ары қарай Алматы қаласындағы Қазақ ұлттық консерваториясына тапсырамын деген жоспарым бар. Бәрекелді. Ал менікі енді өзімнің анам жағынан деп айтсам болады. Мен осы көріп отырғандарыңыздай Дүйсебеков деп тұрғын. Өзімнің атам Дүйсебек. Сол кісі осы
жас кезінде көптеген осы домбыра, қобыз, осы баян, көптеген балалайка дейді ғой, сондай көптеген аспаптарда орындаған. Анам жағында, анам 10 баладан шыққан, анам 6-шысы, көп балалы отбасыдан. Соның бәрі осы өнерге жақын болған. Мен кейіннен анамның осы несі маған дарыған деп түсінемін, білемін. Менікі анамда, әкемде музыкаға қатыстары жоқ, вообще. Түсінбейді. Анам не бұрында ойнаған, мектепте үйрететін деген маған домбыра. Демек өзің үйрендің, өзің қызықтың келіп. 4-ші класста домбыраға түскем, 5 жыл домбыра ойнадым. Сосын осы аспапқа түстім. Өте тамаша. Енді жасыратын жоқ, мен де отбасымда тек әкем ғана осы жалпы домбыра болсын, баян болсын, жаңағы пианино деп жатамыз, ямаха деп жатамыз ғой, барлық аспапта ойнау білет. Бірақ енді онда ешқандай жаңағындай несі жоқ, арнайы музыкалық білімі жоқ. Енді өзі бала күннен естіп өсіп, былайша айтқан кезде тума талантым ғой. Бірақ оның ешқайсысы бізге дарымаған. Өзі дарымаған деп айтып үлгердім, Енді бірақ өзі де өз жалпы өнерге өте құштар адам болғанмен, біздің ешқайсымызды өнерге жолатқан жоқ. Енді сендерге ата-аналарың қолдау көрсетіп тұратын шығар, Қолдау көрсетіп тұрады, бірақ та енді өнердің жолы ауыр жол дейді. Оны айта кету керек. Гастрольдер болады, концерттер болады, олардың бәріне үлгеру керек. Оның үстіне қыз бала үшін. Қыз бала үшін де өнердің жолы өте ауыр деп айтады. Бірақ сонда да негізі былайша айтқанда өнердің жолы ауыр. Ол спортсмендер сияқты өнермен спорт ұқсайды да. Оған еңбек болмаса, ешқандай жетістікке жете алмайсың. Әрине. Тек қана еңбектің арқасында, өзіңе берген жаңағы дарынның арқасында ғана жоғарыға көтерілмесең, еңбексіз ештеңе бітпейді. 99% еңбектен тұрады. 1% ғана талант беріледі негізі. Әрине. 100% келісуге болады Ләззаттың сөзіне. Енді және де кішігірім айта кетсек, осы біздің Қанабек Байсейітов атындағы колледжде оқып жатырмыз ғой. Бәріміз қазақ халық аспап бөлімінде оқимыз. Осы біздің қазақ халық аспап бөлімінің меңгерушісі Нұрсейітова Ғайнисақ Қуанышбайқызына алғысымызды білдіреміз. Бәріміз осылай бәрімізді қолдап, көмектесіп жүрген бөлім меңгерушісіне үлкен алғысымызды білдіреміз. Және де енді өзімнің мұғалімім, жеке мұғалімім, осы Алматы облысының яғни Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Алматы облысының Мұқан Төлебаев атындағы оркестрінің домбырашылар тобының бас концертмейстері Оразаев Талғат Ильясұлына шексіз алғысымды білдіремін. Енді сендердің жетіп жатқан жетістіктерің демек ұстаздарының еңбегінің ақталуы деп айтуға болады ғой. Сол кісілерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Өте тамаша. Жақсы, енді жігіттер, қыздар, енді сендер келіп отырсыңдар. Менің көкейімде жүрген сұрақ болатын, осы YouTube желісін ашсақ та, басқа жерде осы домбыра немесе басқа да аспаптарды ұстап, қазіргі заманауи хиттерді әуенін келтіріп отырады. Кавер нұсқасы дейміз ғой, Енді сондай бір өнер жағы бар шығар қолдарынан келетін. Кімде бар? Ал кім? Виртуоз, импровизация көп жасайтын бізде Жәнібек. Көрейік, бір-екі әнді келтіріп, қазіргі заманауи хит болып жүрген қазақтың әндері болсын, шетелдік ән болсын. Қандай әндер жасаймыз? Домбыра. Бәрекелді. Ал Жәнібек? Жолдастары демеп отырсын? Жоқ, қайт. Ал кеттік. сияқты осындай музыка, өзім осындай музыкалар шығаруға өте қызығам. Ақпараттарын ойлап тауып әртүрлі әдістермен өзі құбылтып, неше түрлі импровизациялар жасап, солай жүреді. Көбісі қызығады Жәнібекке. Жәнібектің үрлемелі аспаптардан бөлек домбыраны да жақсы меңгергені көрініп тұр,
негізі колледжда мамандық бойынша домбырада оқиды. Өзінің әуестігімен жаңағы қосымша Дамир Абашев деген мұғаліміміз бар, қылғобыздан сабақ береді. Ол кісі бес аспап осындай әртүрлі аспаптар ойнайды. Өзінің қызығушылығымен сол кісіге барып, қосымша өзінің қалаған аспаптарында үйреніп жатыр. Негізгі мамандық бойынша домбырашы. Екеуміз бірге Нұрсейітова Ғайниса Қуанышбайқызының классында оқимыз. 2-ші курс, мен 4-ші курс оқимын. Өте тамаша. Айта кетсем, және маған осы домбыра аспабында ойнаймын. Осы аспаптарды үйреткен, және жаңа айтып өтті, Дамир Абашев ағамыз. Одан сыбызғыда басқа Айбол Құдайберген деген ағамыз бар. Ода ол кісіден мықты музыкант кісі. Сазгер. Сол кісіден үйреніп сыбызға. Ал састырмай шаңқобыз ойнауды Азамат Бақия деген ол кісіден мықты музыкант кісі, сол кісіден үйрендім. Енді бір сұрақ қойып өтейін, жалпы әрқайсының қолында әртүрлі аспап. Жалпы аспапты енді кейде арнайы жаңа тапсырыспен жасатып жатасыңдар, кейде дайын сатып аласыңдар. Ең бірінші неге мән бересіңдер? Ең бірінші дауысқа мән береді, негізі музыканттар жағы. Ол дыбысы қоңыр болу керек домбыраның. Домбыра болғаннан кейін қоңыр үнді болған, ол күйге де, жаңа шығармаға да жақсы естіледі. Сондықтан да бірінші дыбысына қараймыз. Одан кейін оның жасалатын материалына байланысты, жасалатын материалының жақсы болғанына байланысты бағасы да жақсы болады. Сол сияқты біз негізі тапсырыс бергеннен көрі барып таңдап алған дұрысырақ. Өйткені тапсырыс бергенде өз ойыңнан шықпай қалуы мүмкін, ол кісінің жасағаны. Ал барып таңдап алған кезде дыбысында жаңағы түр жағынан да тексеріп қарап алуға болады. Енді сенің қолыңдағы домбыраның бағасы қанша? Мен қолымдағы домбыра шебері Жолаушы Тордығұлов деген Қазақстанға әйгілі шеберлердің бірі. Бұны жақында ғана сатып алған домбыра, яғни $1,500 тұрады. $1,500. Әрине, енді жақсы күй, тамаша әуен шығу үшін де сапасы да, бағасы да жақсы болу керек деп ойлаймын. Біздің Диастың да енді арасында әудеп тұратыны бар. Енді қонақтарымыздан да қонақ кәде сұрап әбден есін шығардық. Өзіңде бір қонақ кәде тартып етсең енді. Сен $1,500 домбырамен көрейік. Зор салма ақындығы да бар біздің Диастың. Ең бірінші мен 4-ші сынып оқығанда маған алғаш анам дәл осы күй дейміз бе, терме негізі бұл. Осыны үйреткен әуені үйреткен болатын. Осыдан бастап енді домбырада оқыған жоқпын, бірақ қызығып әйтеуір үйреніп кеттік. Өте әдемі, сапалы жасалғаны көрініп тұр, е? Ал енді айтар тілек алғыс болса, дәл қазір тікелей эфирде пайдаланып, сіздерді көріп отырған туған туыстар, достар, ұстаздар бар деген екші. Сәлем жолдасаңыздар болады. Жетісу арнасының көрермендеріне жалпы. Ал басынан бастайық. Қазақ жұртына. Кезек. Ата-анама үлкен алғыс айтам, және де колледжда мұғалімдерге алғысымды айтам. Өзімнің ағайыма Нұрлан Бозымбековке алғысымды айтам. Және де Ғайниса Қуанышбайынаға. Ешкім ұмытқан жоқсыз ба? Қосқанда бәрін айттым деп ойлаймын. Біз енді осылай бізді қолдап, осылай телеарнада қарап отырған көрермендерге, барша жетісулықтарға осылай енді рахметімді білдірем. Бізді қолдап, қолпаштап жүрген өзіміздің жаңа айтып кеткендей мұғалімдерімізге алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі Жетісу телеарнасының таңжарық бағдарламасына шақырып отқанына біріншіден алғыс айтам. Және де қазір көріп отқан туыс-туғандарымызға, көрермендерге жалын сәлем жолдаймын. Және де осылай өнерге баулып біз қолдап жүрген ата-анамызға және де ұстаздарыма мың алғыс айтқым келеді. Және де қазақ елінде тек қана бейбітшілік, тәуелсіздік, мәңгі осылай тыныштықпен өмір сүре берейік. Өнеріміз әрқашанда қазақтың өнері шетелдерде, әлемдерде биіктен таныла берсін. Тілек айтқым келеді. Өзім осы телеарнаның алдында бізді көріп отырған көрермендерге рахмет айтамын, бізді қолдап отырғандарына. Және мені кішкентайымнан өнерге тәрбиелеген әке-шешеме
және осы маған осындай аспаптарды үйреткен ұстаздарыма рахмет айтамын. Тамаша. Біз де сендерге өз алғысымызды білдіреміз. Әрдайым республикалық, халықаралық, әлемдік додаларда еліміздің атын шығарып, қазақтың осындай ұлттық өнерін дәріптеп, асқақтатып жүре беріңдер деген тілек білдіреміз. Жақсылықта жүздескенше жетістіктер көп болсын.